Қазақстанға алдымен келетіндегі маған ой елестейтін ең бірінші біз Қазақстан тәуелсіздігі алғанымыз, біздің еліміз, жеріміз бар екені, қазақ мемлекеті егемен болып құрылғанына мені мақтаныш сезімі бар. Ал келгеннен кейін мен осы жерде университетте оқуға түсіп грантта. Бұдан кейін де ол қазақ еліне титтей де болса үлесімді қосу. Абай атамыздың «Сенде бір керпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан» деген тәмсіл өлең қара сөзінің арқасында өзімде бір Қазақстанның бір кірпіші ретінде қалауымның үлесімді қосып, азаматтық борышымды өтеу үшін сондай бір арманым, тілегім бар. Өзімнің спорттық арманым әрі бала кезден бергі талпынысым ол бүкіл қазақ еліндегі ауыр атлетикамен айналысатын емес, әрі заманауи басқа да жеңіл атлетикаларды өзімнің мамандығым бойынша жүгірісте легкий атлетиканың Қазақстанға барынша жалпыластыру, әрі Қазақстанда қазақтың балаларда осындай желаяқтар, легкий атлетикалықтар шығатынына қазақтың балаларына мен сенімдімін. Сол арманым, кішкене арманым болашақта үлкен арманға ұласса екен деп тілеймін.